Баршаңа сәлем. Бүгінгі видеода назарларыңызға «Он снова здесь» атты фильмнің шолуын ұсынатын боламыз. Фабиан атты жігіт тіршілік қызметінде жүріп, өзінің кезекті репортажына келді. Бұл жер қаладағы дамымай қалған аудан еді. Фабианның деректі фильмі де осы жайлы болмақ. Бұл жақтың тұрғындарына дамудың бір ғана жолы бар, ол футбол. Кенеттен Гитлер осы заманнан тап болып, қалың шөп арасынан өзінің әскери киімімен шыға келді. Футбол ойнап жүрген балақайлар болса, топтың артынан қуалап жүріп, Гитлермен жолығып қалды. Гитлер не болғанын түсінбейді. Осыдан бірер сәт бұрын ғана өзінің бункерінде отырған еді ғой. Алдынан шыққан балалардан жөн сұрағанда, Гитлердің түрі мен әскери киіміне мән бермеген балалар үй жақтың алқашы ғой деп қабылдайды. Фабиан өзінің береке фильмін түсіру үшін балаларды өзіне шақыртып алады. Гитлер де бір орында қалмай, қала орталығына қарай қадам басты. Қаланың әсем келбетіне көз тастаған Гитлер Германияның қалайша осылай өзгеріп кеткендігіне таң қалды. Ал көшеде Гитлерді көрген халық болса, оны шынайы адам деп қабылдамай, бір әртіс деп түсінді. Тіпті кейбірі оны өзіне шақыртып, фотоға да түсіп алып жүрді. Гитлер жолай кездескен балалы әйелден қазір қандай жыл деп сұрай бастаған еді. Қорыққан әйел оның көзіне қышқыл шашып жіберді. Гитлер жылды білу үшін жан-жақтағы дүкендерді қарауға көшті. Қазір жер бетінде 2014 жыл екендігін көріп, Гитлер шалқасынан құлады. Деректі фильмнің жұмыстарын тыңдырған соң, Фабиан басты телеарнаның ғимаратына кіріп келді. Мұнда біздің жігітті жақсы хабар күтіп тұрған жоқ еді. Барлық телеарна қызметкерлері жиналысты. Ортада сөз алған бастық телеарнада кадр алмасу болғандығын ескертеді. Мұның нәтижесінде бастық дауысты. Демек, қызметкерлерге де мұның әсері тимек. Бұл айтқан сөзіміз Фабиан жайлы еді. Кадр қысқартылуында Фабиан жұмыстан қуылды. Кетерден алдын жігіт өзінің түсіріп жатқан деректі фильмін айтып қалуға тырысып еді. Алайда оның бірде-бір сөзін ескермей жұмыстың есігінен лақтырды да жіберді. Жұмыссыз қалған Фабиан көңілсіз түрде өзінің анасының үйіне келіп, өзінің аяқталмаған фильмінің үзінділерін көріп отыр. Сонда ұлының жарына келген анасы Фабианға түсірілім барысында камераға ілініп қалған Гитлерді көрсетеді. Расына келгенде мұны Фабианның өзі де байқамаған еді. Гитлерді байқап, оған қызығушылық танытқан Фабиан оны ертең іздеймін деп шешті. Ал Гитлердің өзінің жағдайына келер болсақ, оны талып жатқан күйінде тауып алған газет дүкенінің иесі өзінің үйіне кіргізген екен. Гитлер есін жиып, өз-өзіне келгенде дүкен иесі оған газет ұсынады. Үй ішінде жатып, Гитлер жаңа заманмен біраз танысты. Қазіргі Германияның саяси экономикалық жағдайынан хабар алды. Бірақ бұл хабарлардың барлығы Гитлер үшін ұнамады. Елдің жағдайы нашар, тек экологиялық ұйым ғана Гитлердің көңілінен шықты. Келесі күні Гитлер үстіндегі әскери киімін тастап, қарапайым адамша көшеде жүрген еді. Оны Фабиан тауып, сені киноға актер ретінде пайдалансам, керемет кино шығар еді дейді. Шынында жігіт Гитлерді соған ұқсайтын адам деп қабылдаған еді. Солай Гитлер мен Фабиан алғашқы түсірілімді бастады. Гитлер әскери киімімен көшеде кездескен халықпен сөйлеседі, ал Фабиан оны камераға жазады. Мұндай мүмкіндік Гитлер үшін де пайдалы болатын. Өйткені Гитлер қазір құрдымда тұрған елінің жағдайын жақынырақ білу үшін халықпен сұхбаттасуы керек болатын. Жақсы, екеуара келісім орын алған соң, Фабиан өзінің анасының көлігін, оған қоса үйдегі ақшаны алып, сапарға дайындалды. Жоспарлары бойынша Гитлер мен Германияны аралап, халықпен сұхбаттасу керек еді. Фабиан сырттай Гитлерді қандай керемет актер деп тамсанумен болды. Олар халықпен сөйлесе кетсе болды. Қарапайым адамдар өз мұқтаждықтарын айта кететін. Бірде түсірілімге ит қажет болып, Фабиан ит асыраушымен сөйлесе, онымен келісуге тырыса бастады. Сол уақытта Гитлердің саусағын ит тістеп алды. Бұл шабуылға біздің Гитлер өктем жауап қатып, қалтасынан қаруын алды да итті атып түсірді. Гитлердің бұл қылығы шу болып кетпесін деп, Фабиан тез арада көлікке мінгізіп, түсірілім аумағын ауыстырды. Команда осылай жарты Германияны шарлап жүргенде қолдарындағы ақшалары да таусылды. Сонда Фабианның басына ақша табатын идея келді. Тарихта Гитлер өзінің суретшілік қабілетімен жақсы танылған. Демек, қазіргі Гитлерді суретші қылып пайдаланса, адамдарды қызықтырары анық. Шынымен де бұл идея іске асты. Гитлер анау айтқандай жақсы суретші болмаса да, оның қолынан шыққан суретті барлығы алуға асығып, нәтижесінде Фабиан жақсы қаражат жинап алды. Солай түсірілім өз жалғасын тапты. Бұлар сапар шеккен елді мекендердегі тұрғындар Гитлерді көргенде, өз аталарын көргендей мәз болысып, онымен фотоға түсіп алатын.
Әрине барлығы Гитлерді қос қолдап жылы қарсы алмайтын. Жол бойында бұларды жас есерсоқ жігіттерден құралған топ қарсылықпен күтіп алады. Не болса да Фабиан үшін бұл түсірілім өте сәтті болды. Гитлермен түсірілген видеолары әлеуметтік желіде миллиондаған қаралым жинап жатты. Мұны Фабианды жұмыс орнынан қуған Кристофты байқайды. Онымен қоса телеарна басшысы Катяның да назары Гитлер актерға түседі. Бұлар Гитлермен өздерінің репортажын түсіруді қалайды. Іздегенге сұраған Гитлер бұлардың телеарнасына өздері келіп, түсірілімге дайын екендігін айтты. Катя оның келуіне қуанып, бірге жұмыс жасауға дайын еді. Ал Кристофқа келер болсақ, жігіт Гитлердің бағдарламада айтатын сөздерін әдейі ұлт қақтығысын туғызарлықтай етіп жазды. Бұлай жасауының себебі, Гитлер дұрыс сөйлемей, ел ішінде бүлік тудырса, Катяның да бастық орнынан түсетіндігі белгілі еді. Бағдарлама бастауын алғанда Гитлер Кристофтың дайындап қойған мәтінімен сөйлеуден бас тартып, өзінің жүрегінен шыққан сөздерді айта бастады. Қазіргі таңда неміс халқының әлеуметтік жағдайын қозғап, теледидар алдында жайғасқан әрбір азаматтың рухын көтереді. Катяның өзі мұны естіп қуанды. Шынымен де Гитлер ел ішінде осы репортаждан соң атақты бола түсті. Халық оны Гитлердің кейпіндегі актер деп таныса да, оны өздеріне жылы қабылдайтын. Танымалдылығы артқан Гитлерді әртүрлі телешоуларға шақыра бастады. Телеарна басшылығы болса Фабианды қайта жұмысқа алды. Тек тілші ретінде емес, кофе тасушы қызметіне. Бірақ та бұл Фабиан үшін маңызды емес еді. Бастысы жұмыста жүріп, Майермен кездессе болды. Гитлердің басты мақсаты елінің жағдайын жақсарту болды. Ол қаланы аралап, бұзылып кеткен жас жеткіншектермен сөйлесті. Оларды тура жолға салуға тырысты. Кристофтың ойынан әлі де болса Катяны жұмыстан жала жауып шығару кетпеген еді. Сондықтан Катяның атынан прокуратураға жасырын арыз жазады. Ертесі күні ақ Катяның кабинетіне прокуратура өкілдері келді. Бірақ ешқандай тінту немесе тергеу істерін жүргізбей, Катяға Гитлердің шоуы үшін рахмет айтып кете барды. Гитлер интернетпен танысты. Өзінің Фабианмен түсірген видеоларының қалай танымалдылық жинап жатқандығын көріп таң қалды. Бір күндері телеарна ғимаратына шағым келіп түсті. Бұл өткен жолы Гитлер өлтіріп тастаған иттің иесі еді. Оның басты сұрайтыны өлген итіне өтемақы төлеу еді. Бұл Кристоф үшін жақсы жаңалық еді. Онсыз да сыныққа сылтау таппай жүрген арызқой жігіт Гитлердің камераға жазылып қалған бұл ісін шоуда қойып, Катяны да Гитлерді де жұмыстан қууды ойлады. Солай кезекті шоу бағдарламаға келген Гитлерге итті аяусыздықпен атып салған видеосы қойылды. Мұны көрермен қауым оңай қабылдамады. Мейлі қанша жерден актер бол, бірақ жазықсыз итті атып тастауға болмайды. Осыдан соң Гитлер халық наразылығына тап болды. Катяны жұмыстан қуды. Кристоф әйтеуір дегенде бастық шеніне жетті. Ешкімге керексіз күйде қалған Гитлер Фабианның үйіне оралды. Бір бөлмені өзіне кеңсе қылған ол таң атқаннан кеш батқанша өз кітабын жаза бастайды. Бұл уақытта қиялшыл жігіт Фабиан өзінің басына келген кезекті Гитлерге байланысты фильм идеясын Катямен бөлісті. Кездесу соңында Катя фильм идеясын жақсы бағалайды. Гитлердің кітабы жарық көрді. Кітап тақырыбы заманауи Германиядағы Гитлер жайлы болатын. Кітап нарыққа шыққан беттен оқырмандарға ұнап, көпшілік қауым тарапынан сұраныс тудырды. Міне Гитлер өткен жолғы шоудағы сәтсіздігінен соң аз уақыт өтпей жатып ақ қайта танымалдылық жинайды. Көпшіліктің көзіне қайта түскен Гитлермен ендігі кино түсіру басталып кетті. Бұл уақытта Кристоф телеарнамен тығырыққа тірелуде. Қоғамның назары Гитлерге ауғанда, оның телеарнасында ешқандай қаралым болмай қалған еді. Оған қоса Гитлер өздерінің шоуларынан кетуінің де бұған қатысы бар еді. Фабиан түсірілім алаңында ол Гитлердің басынан өткен оқиғаны фильм қылып түсірмек. Оның қалай доп теуіп жүрген балалармен жолыққанын, кейін газет дүкеніне келгенін барлығын түсірмек еді. Сонда түсірілім алаңына Кристоф өзінің жаңа ұсынысымен келді. Айтуынша қайта Фабианмен жұмыс жасауға дайын екен. Бірақ та біздің кейіпкердің бағыты бөлек. Ол Гитлерді бұл әлемге тап болатын сценасын фильмде қалай көрсетемін деп ойлайды. Солай алғаш Гитлерді байқаған күнінде түсірген бейне жазбаларын қарай бастады. Бұл бейне жазбаларда қарау барысында Фабиан Гитлердің актер емес шынайы Гитлер екендігін және өз бункерінде отырған жерінен осы әлемге тап болғандығын түсінді. Фабиан осы уақыт бойы шынайы Гитлермен жүргендігін ойлап, өз-өзіне сенер-сенбес халде болды.
Кейін Гитлердің өзімен жолығуға кетті. Осы уақыттарда Гитлерге нацистік топтар шабуылдап, оны ұрып-соғып, ауруханадан бір-ақ шығарған еді. Онымен кездесуге келгенде Фабиан Катямен жолығады. Қызға бар шындықты айтып жатқанда, есіктен жындыхана қызметкерлері келеді. Фабианның айтқандарынан соң оны жындыханаға алып кетті. Ал Катя шындықты білсе де, Гитлердің әшкере болғанын қаламады. Гитлер жайлы түсіріліп жатқан фильмнің соңғы кадрларында Фабиан Гитлерді оқпен атады. Алайда Гитлер қайта пайда болып, сен мені өлтіруге оқталсаң да, өлтіре алмайсың, өйткені мен сенің жан дүниеңдемін дейді. Фильм аяқталып, неміс халқының назарына ұсынылып, көп танымалдылық жинайды. Катя мен Гитлер бірге жүретін болды, ал Фабиан сол күйі жындыханада қалды. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болайық.